Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеода локалға обзор жасаймыз. Және де бүгінгі видеоның соңында мен сендерге жаңадан өзімнің бір құпиямды айтатын боламын. Бұл аккаунттың обзор түсіретін болсақ, профиліне кірсек, бірден Тигл мен One Punch Man'ді және 7 жыл ойналған аккаунт екенін байқауға болады. Және де складынан бастайық. Және де 10 000 монетасы бар екен. Бұл жақта Нарутоның наборлары бар екен, аниме. Пейім бар екен. Ондай пайди алмазный жекпотқа шыққан бандит бар екен. Осы сияқты клоун бар екен. Ондай бір түрлі набор бар екен. Бірінші рет көріп тұрмын. Кім біледі, лайк басып комментарияға жазып кетіңдер, қашан шыққан. Ондай халява заттар бар екен. Өтірік айтпасам, алмазный жекпотта болды бұрын. Мынау тоже алмазный жекпоттың заттары тегін берілген. Мынауын айтты маған, золотой жекпотқа шықты ғой деймін, өтірік айтпасам. Мынау да күшті, мынандай торсы бар. Генерал. Осыны алуға армандау үшін бұрында. Мынандай наборлар бар екен. Мынандай набор бар екен. Бірінші рет көрдім. Наборды кім біледі. Пайди өтірік айтпасам, Геймер X'тің бірінші кеп жүретін набор болған. Және де наборлардың тұлдылығын салу, Макларен, мынандай набор бар екен. Және де шаштардан мынандай көптеген шаштар бар екен. Нарутоның бар екен. Мынандай бар екен. Видеоға лайк басып, подписаться етіп отырайық. Мынандай торттан жасалған бас киім бар екен. Мынандай шлеп ағайын. Мынандай. Мынаны бірінші рет көріп тұрмын. Сендердің аккаунттарында осындай киімдер бар ма, және қанша торс жазып кетейік. Және де маскалардан мынау маск, клоун, алим бар екен. Мындай пакет. 4 анимешный бас бар екен. Мынандай набор бар екен. Мынандай набор бар екен. Пайди бұл да джекпотқа шыққан. Мынандай фастерский бар екен. Макларенкі бар екен. Аққаланкі бар екен. Мындай маскалар бар екен. Мынандай бар екен. Мынау пропуск. Лайкикс қояды. Және де көптеген торыстар бар екен. Анимешный мынандай фастерскилар да бар екен. Мынау торс күшті екен. Ұнады маған. Жүрек бас қояйық. Және де осы сияқты көп заттар бар екен. Мынандай пижама бар екен. Мынау Қызыбекаң торс емес па? Легенда болды ғой бұл кезінде. 2 векторын алып сағажмайды. Ема бөлек болды. Кім Қызыбеканы таниды, сол лайк басып кетсін давайте достар. Және де мынандай басқа халява торстар. Мынау футболдікі тоже. Мынандай хип-хоп киемап. Екінші пропуск емес па хип-хоп деген. Соның футболкасы бар екен. Ема мынандай болғысы бар екен. Ема мынандай футболкасы бар екен. Мынандай пижамалар бар екен. Сет құрайықшы достар кәнеке. Үстіне осыларды қойып. Шалбарларға кесіп мынандай. Көк шалбар. Маған осы шалбар ұнайды. Сендерде осындай шалбар бар ма? Мына осы фастерский. Осындай шалбарлар бар екен. Особа шалбарлардан штанан келатым жоқ екен. Аяқ киімдерді шлепа. Аяқ киімді мынандай мелый бар екен. Мелый понти. Нет. Атын кім біледі, сол жаз кетсінші. Пони ғой деймін, өтірік айтпасам, шлепа дейік солай. Сондай пони бар екен. Және де басқа қызықты аяқ киімдер жоқ екен. Мынандай бар екен. Күшті аяқ киімдер. Боран
бәрі киіп алып жүрді ақ кроссовкада. Сетіме баға беріп кетіңдер, сетті жаңа ғана құрадым өзім. Эмоцияларында 33 эмоция, 15 мендікі бар екен. Мындай мастерский, мындай халява екен көбісі. Сонда да 33 эмоциясы бар екен, арасында олдский екен. Және де мынандай появление лобби бар. Мындайлардан ештеңке жоқ екен. Мынандай да жоқ екен, мынау да жоқ екен. Рюкзактар особо маңызды емес, өздерінің қарекетінде. Дейман Нарутонікі бар екен. Скайжеттері көп екен, 4 скайжет. Машиналарды. Ана машинаны тақ қою керек қой. Ема достар, жылқысы бар екен. Кімнің аккаунтында жылқыға скин бар? Бұл аккаунтта SNG-да жалғыз жылқыға скин бар ма? Ема достар. Ондар особо маңызды емес. Тез өткізе салайын. Мынандай экспенасы бар екен. Мындай заттар. Және де оружиясына қарайтын болсақ, оружиясында мындай МК-сы бар екен. АК-лары көп екен. Скар эволюциясы бар екен. Ема таққаяқты. Гроза эволюция. Ема осы эволюция басында шыққанда ғана бет. 3-ші жүргеннің өзі әдем көрінеді. Фламас эволюция, X78, оживленный сюр. Мындай. Скин жоқ. Мынада. Скин жоқ екен почти. Осы оживленный зверь деген ең мықты скин деуге болады ғой. Барлық оружияға бар почти. Ең керекті зат қой. Скин. Ястреб мынандай бар екен. Мындай. Винчестерға скині жоқ екен. Ема осы М249 пен бәрі атысады ғой. Ең күшті скин осы оружия. Ема сол бар екен. Ема мынау бронда бәрі осымен атысып жүрді. Эволюция кетті. Юмпи, Кейшада оживленный да жоқ. Мынандай күшті М5 бар екен. Ал М40 анимең М40 3 түрге. Ема петухы бар екен. Мындай Томпсоны бар екен. Мынандай толкыдан 3 бар екен. Папугай 15 бар екен. Максимнен 4, Триганнан 2, Пампадан 1, АВМнен 3, мындай парет. Мынағанда скин жоқ екен. Ема Диглға фейерверк деген ең күшті диглдардың бірі бар екен. Это клок обычный. Еманы андай скин шыққанда тақ қою керек қой обязательно. Мен өзен андай халява көп халява. Енді көп аккаунттан күшті деп ойлаймын. Флагы бар екен, гранатасы бар екен. Стенкларына келетін болсақ, көптеген стенклар бар екен. Другие дейді, арбалет скин жоқ екен, өкінішке орай. Және де достар, осы видеоның ең маңызды жеріне келдік. Бұл аккаунтты сендерге мен каналымда 2000 подписчик болған кезде өзім ойнататын боламын. Және де осы YouTube каналға тіркелу керек, және де комментария жазып, лайк бас кету керек. Сондай адамдардың арасынан біреуін таңдап алып, осы аккаунтты сыйлайтын боламын. Алында бәріне сау болыңдар достар.